Кез келген фильм, мультфильмдерде бас кейіпкерден бөлек екінші рөлдегі кейіпкерлерге де қатты көңіл бөлінеді. Бірақ алдар көсе жайлы олай айту қиын, өйткені алдар өзіне бар назарды аударып, қалғандары жай фондағы адамдар болып қалады. Алдарды санамағанда көп көрсетілген бай мен бәйбіше ғана. Дегенмен осы мультсериалды көру барысында бір-екі серияға болсын шықса да кейбір қызықты деген кейіпкерлерді байқаймыз. Бүгінгі айтатындар да осы тізімге кіреді. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Нуар KZ. Егер алдар көседе бар болғаны 5-10 кейіпкер бар деп ойласаңыз, қателесесіз. Ол жақта 30-дан аса персонаж бар. Осы 30-дың ішінен бүгін қарақшылар жайлы айтамын. Олар кімдер, мінез-құлықтары қандай, қаншалықты қауіпті, қаншалықты мықты, ал олардың күштері әжептәуір бар. Жалпы толық талдау болмақ. Қарақшылар мультфильм бойынша теріс бәйге, бай керуен және өтірік соқыр эпизодтарында кездеседі. Олардың экрандағы уақыты 80 серияның ішінен бар болғаны осы 3 серияны құрайды. Қарақшылардың сюжеттік рөлі алдарға қарсылық жасау, яғни антагонист қызметін атқару. Олар жауыз кейіпкерлер, басқа да жауыз кейіпкерлер секілді алдымен алдарға тиісіп, артынан күлкіге қалу үшін жасалған. Теріс бәйге эпизодында олардың нағыз шакал екенін білеміз. Үшеуі алыстан алдарды көріп қалады. Бойы ұзын қарақшы алдарды танымайды екен, ал қызыл киген таниды. Мына шеттегі ұзын сол кезде атын тартып алайық дейді. Бірақ ортасындағы бастықтары жай ғана тартып алуға қызықпайды, ол алдарды приколға тыққысы келеді. Айтпақшы, бұл ортасындағының аты Атаман, оны серияның соңындағы титрлардан білеміз. Олар алдарға жақындағанда оның астындағы сары аты ақырын жүретінін байқайды. Атаман да қу екен, жандаларға белгі берген сәтте қызыл қарақшы қамшымен атты салып қалады. Сөйтіп бағанадан бері жай қозғалып келе жатқан жылқы жүйткей жөнеледі. Артынан үшеуі алдарды қоршап қысым көрсете бастайды. Атаман болса өздері ат тұрғандарына қарамастан көсеге қашып кетейін дейдің бе, әрең қуып жеттік деп кино ойнатады. Жалпы психологиялық тұрғыда сындыру. Алдардың орнында басқа біреу болса сынып қалушы еді. Бір сөйлем айтқанда қарақшылар осылай жазық далада жалғыз кетіп бара жатқан адамды тонайды. Егер ұры білдіртпей ұрлап кетсе, қарақшылар адамды қорқытып тікелей затын тартып алады. Бұл оларды ұрыдан да қауіпті етеді. Және қарақшылар осал емес. Бай керуен эпизодында олар 40 түйеден тұратын керуенді тонайды, ал мұндай керуендер өте жақсы қорғаныста болады. Оны тартып алу 3 адамға қиын соғатыны анық. Соған қарағанда мына Атаман өте мықты болу керек. 5 адамды жалғыз жеңіп кететін алдардың өзі мына үшеуіне қарсы шығуға қорықты. Жарайды, қорықпаса да олармен төбелестен қашты. Ал оның қаншалықты мықты екенін біз білеміз. Тіпті ол туралы арнада ролик бар. Айтпақшы, Атаман жылқыға былай секіріп міне алады. Бұлай жасау оңай емес, аяққа күш керек. Атаманда ханның деңгейіне жетуге потенциал бар, бірақ бірге бір жеңеді деп ойламаймын, өйткені ханда өте мықты. Жалпы хан жайлы бөлек видео түсіру ойда бар. Ақыл жағынан қарақшыларда қиындық бар, өйткені тікелей айтқанда көлеңкеден қорқады. Ал көлеңкені біреу жасап тұрғанына фантазиялары жетпейді. Бұлар өздері шыққан 3 серияда алдардан 3 рет алданды. Бір сөзбен айтқанда ақылдың орнына күш пен икемділікті дамытқан. Қарақшылар жазық далада адамдарды аңдиды делік, бірақ тапқан заттарын қай жаққа жасырады. Олар қазынаны орман түбіндегі үңгірде сақтайды. Өтірік соқыр бөлімінде кезекті тартып алған дүниені осы жерге әкеледі. Үңгірде басқа да қазыналар бар екенін көреміз. Бұл олардың 3-ші соңғы пайда болған сериясы, және осы уақытқа дейін команда мүшесі де ауысып кетіпті. Немесе бағанағы ұзын қарайып кеткен бе түсініксіз. Бұл үшеуінде аяушылық жоқ. Егер алдар өтірік соқырға мейірімділік танытам деп алданып қалса, бұлар жабылып оның заттарын тартып алды. Әрине, ұры өтірік көрмесе де қарақшылар ол жайлы білмеген. Тіпті соңында ұрыны жабылып тепкілеп кетті. Және олардың сөздері де қатыгездіктеріне дәлел. Кез келгенді аяу үшін қарақшы болған жоқпыз. Егер бұлар үшеуден көбейсе, қоғамға мүлде зияны тиетіні көрініп тұр. Алдар үңгірде қорқытқаннан кейін үшеуі шөп арасына тығылып қалады. Кішкене уақыттан кейін үңгірге барар кезде мына қызыл қорқып тұрады. Сол кезде ұзын қарақшы олай болса өзім барып қазыналарды алып кетейін дейді. Яғни түсінген бойынша бір-бірін сатып жіберуден жан салмайды. Бірақ таң қалатын жоқ, өйткені бұлар қарақшылар, олар үшін адалдық деген нәрсе жоқ. Осы жерде Telegram каналыма жарнама жасай салайын, кімге қосымша контент керек, сол жаққа жазылып кетейік. Видео соңын теориямен аяқтағым келіп тұр. Атаман ханның баласы, яғни бұрынғы ханзада болуы мүмкін. Олардың түрлері бір-біріне ұқсайды. Атаманнан басқа ханға ұқсайтын кейіпкер жоқ. Екеуі де өте мықты. Атаманды бала кезінде батырлар жаттықтыруы мүмкін. Және екеуі де өз ортасындағы басты адамдар. Олардың мінездері де келеді. Атаман әзілдеп алдарды ұятқа қалдырғысы келсе, ханда да сондай эпизодтар болған. Ол өз басымдығын көрсету үшін алдарды талай сарайға шақырған. Атаман белгілі бір жағдайлардан кейін, бәлкім ханмен арада кикілжің болып, мұрагерліктен бас тартып, қарақшылық жолына түскен шығар.
Ханның да мінезі қиын, оған ешкім жаға бермейді. Мүмкін оны ханның өзі қуып жіберген. Содан кейін атаман өз тобын құрып осылардың бастығы болды. Егер бұл теория шын болса, қарақшы жай ғана өткінші емес, ханның деңгейіндегі кейіпкерге айналады. Осымен бітті. Егер сіз тағы да Алдар Көсен немесе басқа да қазақша мультфильм кейіпкерлері жайлы көргіңіз келсе, комментарийге атын жазып кетіңіз. Осылай обзор жасаймын. Бәріне амандық, саулық, келесі кездескенше.